тоғыз немерем бір төбе, Асылым бір төбе. Телевизордан бірақ шықтық. Алтында бағам, бүгін баман. Knock me down, step in my face. На тебе. Хорошо. Бар немере шөберелердің туған күнін бірге тойлаймыз осылай. Күшті жарнама кетті ғой енді ше. Абайсызда болған жағдай. Жемісін көріп отырмыз. Керемет аға. Осқап қапты масқалар. Атасы бардың жорғасы бар, әжесі бардың дорбасы бар. Ақ жаулықты әжелер мен ардақты ақсақалдар бүгін немерелерімен студиямыздың төрінде. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз шоу, сіздермен Меруерт Бауыржанқызы. Алғашқы қонағымызбен танысу үшін бейнесюжетке зер салайық. Ақша табасың. Көйлек кабута скрын. Медалсын сәлемі табасың. Юқай бол. Юқай бол. Сәлемі сұрасың. Тұстық. Сен гитарист. Кабута гитарист ұстап. Әжесіне трендтегі биді тәппіштеп түсіндіріп тұрған балақай Асылым Сайлаухан. Оның әлеуметтік желіге жүктеген бұл видеосы көптің көңілін көтерді. 85-ке келгенде балаға бағынған деген осы. Бала не айтса соған көнеміз. Қазір өзіміз кішкене бала болып отырмыз. Асылым менің шөберем. 4 немерем, 4 шөберем бар. Балаша ойнаймыз. Тауға шығамыз, демаламыз. Асылым билейді, мені билетеді. Аяқ қолымды жөндеп, бұлай биле, бұлай биле деп Асылым үйретеді. Содан кейін сол Асылымның айтқанын жасап, Асылымнан кішкентай болып отырмыз қазір. Асылым сөзін тыңдаймыз. Айтқанын бұлжытпай орындататын кішкентай Асылым осы үйдің бастығы әрі еркесі. Әжесінің айтуынша зерек бүлдіршін кез келген нәрсені тез қағып алады. Небәрі 4 жастағы балақай мәнерлеп сырғанаумен айналысады. Одан қалса теннис пен би үйірмелеріне қатысып, шет тілін меңгеріп жүр. Асылым өзі өте сезімтал. Ерекше бала деп айтсам болады. Энергиясы өте көп, тез қағып алады. Ана тиктоктан бірдеме көрсе, сонда апа жасайық деп, сурет бірдеме көрсе, апамда сурет салайын деп, бәрін тез қағып алады. Немере деген ыстық. Мен өзімде 4 балам бар. 3 қыз, 1 ұлым бар. Ал қыздардың немерелерім бар, оларда 3 қызымнан 9 немерем бар. Ал Асылым ұлымнан 1 тал немерем. 9 немерем 1 төбе, Асылым 1 төбе. Бір бойына бірнеше талант тарыған балақайдың арманы қандай. Әжесімен тренд түсірген ерке қыз бүгін көреміз шоуда қонақта. Ендеше студиямызға кішкентай Асылым Сайлаухан мен 2 әжесі Марфуға Рақышқызы мен Баян Қабылқасым қыздарын шақырайық. Қошеметтеріңіз. Сәлем Асылым. Қалайсың? Келіңіздер, Асылым әжелерге көмектеспейсің ба? Қалайсыздар? Жақсы, келе қойыңыздар. Амансыздар. Қайдан келіп отырсыздар? Алматы қаласынан. Асылым, енді әжелеріңді өзің таныстырасың ба бізге? Баян апа. Баян апа. Ана әжем Марфуға. Марфуға апа, жақсы, қошеметтеп қояйықшы. Сіз апасы боласыз, Марфуға апамыз әжесі. Әжесі. Тамаша. Енді апа қалай жаңа видеода айтып жатырсыз? Асылыммен бірге бала болдым деп. Асылымның арқасында телевизорға шығып кеттік. Дұрыс айтасыз. Асылым ойнатып, билетіп, телевизордан бірақ шықтық. Енді немере балдан тәтті дейді. Шөбере қалай екен әже? Шөбере де тәтті ғой. Шөберенің тіпті орны ерекше шығар, е? Шөберенің орны бөлек. Енді Баян апай, өзіңізді айта кеттіңіз, өзіңіздің қанша немереңіз бар? 4 балам бар, 3 қыз, 1 ұлым бар. Сол 3 қызымнан 9 немерем бар. Асылым бізде 9-шы немере болып дүниеге келген, одан кейін тағы 1 немерем бар, сонымен қазір 10 немерем бар. Асылым ұлымның 1 тал немерем. Асылымды біз ұзақ күттік, 8 жыл күттік. Енді 8 жылдан кейін дүниеге келген. Өзім нақты меншік немерем деп айтуға болады. Ал қыздарымдікі жиен немерем ғой. Олардың әрқайсының өз орны бар. Үлкен немерем студент, кішкентайым
3 айлық қазір. Содан кейін шығар, иә, Асылымның айтқанынан шықпайсыздар. Айтқаннан шықпаймыз. Үйлеріңіздің басшысы болып тұр ғой қазіргі таңда Асылым, иә? Асылым үйдегі бастық. Мен жұмыстан келем, естен кіркен кезде апа дейді болды. Содан кейін шаршаған бәрін қалам. Сонымен осымен ойнаймыз. Айтқаны заң. Енді Айтқаны бір заң. видео көрсе сізге жүгіреді екен. Соны қайталайық дей ма? Соны қайталайық дейді. TikToktан не көреді, соны қайталайық. Апам былай жасайық, апа былай жасайық дейді. Оған енді біз кішкене 60-тан астым, зейнетке шықтым, 1-2 ай болды шыққаныма. Оған жасай алмаймын. Апа сен жасап үйрен, сен биге бар, менімен бірге екеуміз билейміз деп бәрін үйретеді. Әрине, сіз әлі жассыз ғой, енді оған қарағанда үлкен әжемізді де үйретіп жатыр биге. Әжесін де үйретеді. Енді әжеміз Марфуға апай, қалай қабылдадыңыз енді билейік, видео түсірейік дегенге? Оны баламен бірге бала болып кеттік қой. Биле десе билейміз, өлең айт десе өлең айтамыз. Өзіммен бірге билейміз. Отырып ап. Шаршап қалмайсыз ба? Жоқ. Қинайтын шығар енді, ол бірінші дубль, екінші дубль, енді барлық ойдағыдай шыға қоймайды бірінші реттен. Әжесіне үйретеді, былай жасайсың. Осы мына неге программаға келген неміз видеосын, әжесіне бәрін үйретіп, өзі түсірген. Мамасы түсіріп тұр, бұл былай жасайсың деп, соның бәрін көрсетіп, түсіріп, үйретіп, әжесіне былай жасайсың деп үйреткен. Асылым бүгінде балабақшаға бара ма? Алдында бағам, бүгін бармаймын. Бүгін бармадың ғой, сұранып келдің бе? Жоқ, қазір балабақшаға барып жүрген жоқ. 2 жастан 4 жасқа дейін балабақшаға барған біз, Зердеш балабақшасына. Сол 4 жастан кейін енді бұл көп неге барады, үйірмелерге барады, үлгермейтін болды. Алматының кептелісін білесіздер ғой, 1 жетінен 1 жету үшін үлгермейтін болған екен, біз балабақшадан январ айынан бастап шығарып алды. Оның үстіне енді 2 әжесі бар ғой оны. Соны айтам. Сонда қазір Асылым кіммен тұрады? Әжелердің қайсы жандарындасыз? Мен тұрады. Сіз бірге, иә? Енді үлкен әжесін қаншалықты жиі көреді? Өзі бір жаққа кетіп қалмаса, кешке дейін біргеміз. Бірге далаға шығарады, жетектеп. Одан кейін алдыма тұрып билейді, өлең айтып береді. Өзімді билетеді. Мені бірге билетеді. Аяғыңды көтер, қолыңды көтер деп. Өзі іш пыстырмайтын, іші пыспайтын қыз болып тұр ғой Асылымның өзі. Соның бәрін істеп отырамыз. Әрине дұрыс, енді айтқан заң болып тұр ғой бүгінде Асылым. Бәрі жұмысымыз осы кісінің бастығымыз. Апа, енді зейнетақыны қалай бөліп бересіз? Немере бар, шөбере бар. Ақша өздерінің қолдарында ғой. Өздері біледі дейсіз ғой. Керек болса алам, керек болмаса өздерінің қолдарында. Жақсы, ол да дұрыс. Ал енді би демекші, Асылымның билейтін өнері бар екен, иә? Асылым одан бөлек тағы неге қызығасың? Жаңағы көп үйірмеге барады деп жатырмыз. Селецаға, биге, тенниске, ағылшынға, суретке. Қалай үлгересің бәріне? Арасында трек түсіресің, 2 әжеңді бағасың. Жұмысың оңай емес? Бар жоғы жасы неше дедік? 4-те ме? 4-те. Асылым шаршамайтын сияқты ғой, керісінше 2 әжесін шаршатып қояды. 4-тесің ғой. Иә, болашақта кім болғың келеді, Асылым? Полиция. Жақсы, ендеше сол арманына жете ғой. Асылым бізге бүгін қонаққа алып кепті. Арнайы би дайындап келдің ғой. Ендеше кел ортаға шығып билеп бер, біз қошеметпен сені қарсы алайық.
асылым. Бойжеткен немересін туған күнімен құттықтамақ болып, ойда жоқта желі жұлдызына айналған жандармен шағын жарнамадан соң танысамыз. Экраннан алыстамаңыздар. Немересін туған күнімен құттықтамақ болып, жұмысының алдында торуылдап тұрған ата мен әже жұртшылықтың жүрегінен елжіретті. Желідегі жылы видеоның кейіпкерлерімен танысу үшін экранға назар аударыңыздар. На тебе. Наверное, откроет. Хорошо. А это вот да. Ендеше студиямызға Жібек Құрманова мен атасы Аятберген Құрманов және әжесі Балдан Болдыреваны шақырайық. Қайырлы кеш. Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба? Қай жақтан келіп отырсыздар? Осы Алматыда. Жақсы, қуаныштымыз. Енді бүгін сіздерді танытқан осы студияға келген немерелеріңіздің арқасы ғой. Иә. Әлеуметтік желі арқылы жұлдыз болдыңыздар. Болмайды. Аға қалай күтпеген бір тосын сый болған шығар өздеріңіз үшін. Бұрын түскен ғой, енді бізді немере ғой, осында барайық, апарамыз, барыңдар. Ал Жібек ендеше бәрімізге басын айтып беріңізші. Бұл видеоны өзіңіз түсіріп тұрсыз. Қашан болды? Саламатсыздар ма? Бұл видео менің туған күнімде болды. 14 сәуір осы жылы. Демек, ата әжем звондады, хабарласты маған. Туған күніңмен деп, жұмысқа келейік деп жатырмыз, сені құттықтап деп. Солай жарайды деп мен шығам жұмыстан. Негізі өзім видео түсіріп, әлеуметтік желіні өзімнің парақшамда дамытып солай жүргенім бар. Сол сәттерді видеоны сәтке салып, түсіріп, өзімнің инстаграм парақшама салған болатымын. Солай. Нешеге толып едіңіз? 23-ке. Енді бұл да сіз үшін күтпеген тосын сый болды ғой? Иә, негізі осы видеоны мен өзімнің естелік ретінде парақшама салған болатымын. Ондай қаралым жинайды деп ойламадым мүлдем. Балдан апа, енді телефон шалып қана құттықтай салуға болмас па еді? Анау әуреленіп жұмысына барып дегенде. Бізге сондай қызық болды да. Енді үлкен немереміз бар. Алғашқысы. Енді үлкен баладан, одан кейін Нұрлан деген баламыздың біріншісі ғой енді тұңғыш. Бұның атын менің анамның атыменен қойған Жібек деп. 92 жаста болған менің анам. Үлкен шешеміз болған. Ол кісінің бір немере, шөбере, неменелерін санағанда бір 50-60 болатын шығар. Жаңылып кеттім мен. Мен мамамда. Есептеп едім. Бәрі әр жақта тұрамыз ғой. Астанада, басқа жақта, Өскеменде, Алматыда, осы жақта. Сонда сол кісінің атымен қойғандықтан бұл кісінің статусы бізге өте жол үлкен болып тұр ғой. Қалған балалардан гөрі. Сондықтан біз солай деп шештік. Тем более анау біздің жер үйіміз бар қаладан, осында да тұрамыз үйіміз бар. Солда гүл көпті, сол уақытта тюльпандар гүлдеп, ашылғанында келдік, ашылмағанында келдік. Ну, статусы бөлек бұл кісінің. Сонда шешеміз жақсы көргенбіз. Ол кісі мына кісінің әжесінің шешесі болады. 92 жасында қайтыс болды. Барған жерлеріңіз қанша шақырымды артқа тастап барып келдіңіздер? Жоқ, осы қалдым ба? Жақын ғой. Жібектің жұмысына жақын ба үйлеріңіз? Алыс емес. Біз Сатпаева. Біз жер үйіміз анау Алтын Орданың ар жағында. Иә, поселок. Өздеріңіздің жастарыңыз нешеде? Мен биыл 80-ге келем. Құдай қаласа. Мына кісі 78-де. Аман болыңыздар. Енді бұл да Жібек үшін де бір ерекше сезім, ерекше толқы болған шығар, иә Жібек? Дәл солай болды. Немере деген бізде 5-еу, шөбере 3-еу. Негізі басқа немерелеріңіз ренжіген жоқ па енді? Жібекті ерекше барып құттықтапсыздар. Біздің де жұмысқа келіндер, бізді де солай құттықтаңдар деп. Осы 14-і нешесі? Нұрсұлтан. 4-і күні үлкен немереміздің туған күні болды. 35-ке толды. Оны да дүрлетіп үйде тойладық енді.
ресторанға барайық деген жоқ қой үйде деп өздері жарайды үйде деп сол өзіміздің бала шағамызбен немере шөбереміз шу азан болып негізі жалпы немерелерін дәстүрге айналып тұр ғой. иә немерелерін жалпы қандай мерекелік күндерде болсын, туған күндерінде болсын, елеусіз қалдырмайтын мейірімді ата әже болыпсыздар ғой. Бәр немере шөберелердің туған күнін бірге тойлаймыз осылай. Өте тамаша. Сол сәтті қайта жібек өте әдемі таспалап алып, интернет әлеуметтік желіңізге салғансыз, қаншама қаралым жинады, қаншама әсер қалдырды, ата әжесін сағынып жүрген жандарға ол бір үлкен бір не болды. Құрметті сарапшылар, өздеріңізді қалай? Ата әжелеріңіз солай құттықтады ма? Жалпы бір ерекше құттықтау болды ма, есте қалған? Ондай болған емес. Әртүрлі жағдайда әртүрлі тойлаймыз да келіп. Көктемде или жазда анау жерде бақтың ішінде беседкада үлкен барбекю бар. Соның бәрі жемістер тұрады. Мен өзім айналсам бір 40 шақты ағашым бар, жеміс ағаштарым. Огород бар деген сияқты. Сонда ал жауын шашын болса қыстың күні туған балалар да көп. Онда үйде или кафеде или ресторанда етеміз. Ол өзіміздің немізге байланысты көңіл күйімізге. Кейде тұмауратып қаламыз, кейде суық түйіп қалады, онда уже үйде боламыз. Абылай жақсы уақыттарда кафеде бәріміз кездесіп оны. Мерекелік кеш жасайсыз. Әулеттің үлкендер аман болғанда қараңыздаршы, немере шөберелерін бәрін бір шаңырақтың астына жинап, қандай барлық жағдайда барлық немерелерін солай құттықтап, бір-бірін солай құттықтайтын болып тұр. Просто жібек әлеуметтік желіге салып, өзіне сондай не жинап алды. Соның арқасында ата әжесін танытты. Иә, бұл видео қанша қаралым жинады? Мен ойымша ол енді тәрбиеге байланысты. Балалардың бәрін басын қосып, балалардың бәрі статустары өте жоғары. Ұлымыз бір жерде бір компанияда, құрылыс компаниясында заместитель болып істейді. Қызымыз Назбанктың несінде начальник отдела болып істейді. Тағы үлкен немереміз IT жағынан не маман информационный технологиядан халық банкта замдиректор департаменті по информационному обеспечению. Үміттеріңіз ақталды ғой. Бәріміз не барлығымызда бар. Жібектің машинесі де бар, үй де бар. Жібек. Тұрмыста ма жібек? Оның бәрі тәрбиеден деп ойлаймын. Жібек, сіз бойдақсыз ба, тұрмыстасыз ба? Жоқ, бойдақ тұрмыста. Күшті жарнама етті ғой енді. Мына видео вообще көп қаралды. Қазіргі таңда негізі 228 мың қаралым жиналды. 22700 лайк тұр. Және де әлі күнге дейін жылы лебіздер алам, лайктар. Сол барлығына рахмет айтам негізі. Ондай жағдайды күтпедім шынымен де. Жай ғана естелік ретінде өзіме жылы видео болғандықтан салған болатыпын осылай. Неге көп қаралым жинайды? Өйткені елдің, халықтың көңілінде жүрген дүние ғой. Мысалы, көбісі енді бәріміздің де ата әжелеріміз бар, енді басқа қалада да чат арқылы, телефон арқылы құттықтайды. Енді үйге келіп құттықтаудан бөлек жұмысына барып тұрып, қызмет орнына барып тұрып құттықтау деген ол ата әжесі үшін де үлкен қуаныш, и немерелер үшін де үлкен бақыт деп есептеймін. Сондықтан да осындай сәттер көп болсын. Ата мен әженің, немерелерінің арасындағы қарым-қатынас, балалардың арасындағы қарым-қатынас, күшті қарым-қатынас осындай жиі таспаланса, ол бір жағынан жақсы тәрбие деп ойлаймын. Үлгі болатын. Жібек кішкентайынан өзі биге баратын, анандай ою өрнектерді қиып, дом пионер болды ғой, бұрын біздің уақытымызда. Қазір қандай? Не деп аталады? Дом школьников. Дом школьников. Сол төртеуінде, бесеуді соныменен түн демейміз, күн демейміз. Жаңбыр, қар жауып тұрса, коляска салып алып, келінім или же мен апарым осылай. Баланың біліміне барларыңызды салдыңыздар ғой енді. Немеренің ең кішісі Нұрай ғой. Нұрай қазір Кастеев школасында сурет салады. Одан кейінгі Нұрсұлтан деген немереміздің шөбері ғой енді. Қызы сурет салады. Сондай сурет салған жақсы. Одан кейін Сұлтан деген бар.
кішкене хулиганда футболға барады, плаванияға барады. Жақсы успеваемость хорошая. Немере шөберлерінің жетістігі үлкен мақтаныш. Ата әжелері, ата-аналар үшін керемет. Сәуленің Жібектің өзі жақсы оқыған мектепте. Жібек жалпы өзің қай мамандықты несіз? Мен негізі сетевая безопасность IT мамандығы бойынша. Я, бірақ қазір басқа салада жұмыс істеймін. Өте жақсы. Енді болашақта Жібек ақыры өзіңіз бір жағынан мобилографияны игерген екенсіз. Қандай бір видео салуды, түсіруді жоспарлап жүрсіз? Енді үлкен ата әжелеріңізбен осы кісілер барда, бәлкім бір жоспарда жүрген бір видеоларыңыз бар шығар. Қазіргі таңда осы видеодан кейін негізі бір ойларым да бар негізі. Әрқашан осылай ата әженің үйіне барып тұрып, олардың реакцияларын түсіріп, солай жүргім келеді негізі. Өйткені мен ойладым, шынымен де біздің адамдарға осындай жылы видеолар керек, осындай сәтті түсіндіретін, отбасылық қасиеттерді түсіндіретін. Сол. Оған қарсы болмай ма екен? Аға, қарсы болмайсыздар ма? Жоқ, әрине. Өзі өскеніне біз риза боламыз қайта. Қолдайтын сияқты ол. Оған уақыт табамыз ғой. Мне әйтпесе кішкентай асылым 85-тегі үлкен әжесін билет қойыпты. Айнқаны заң дейді. Билет жүретін шығармын. Билететін сурет салғызатын кішкентай кезін. Әже отыр деп тұрып. Болашақта бір басқа кәсіп иесі болсаңыздар, таң қалмаймыз. Ата апа қош келдіңіздер. Мына жалпы қазақ айтады ғой, баласының жеңісі ата-ананың жемісі дейді ғой. Бала шағаның жемісін көріп, немере шөберенің жемісін көріп жатыр екенсіздер. Алла тағала қазыналы қарттықтың қадірлі қарттығын бұйыртқан екен сіздерге. Өздеріңізше айтары көп ақсақалдарымыз, ақжаулықты аналарымыз көп болсын. Бозарып самайына сынап тұнған, сақалын періштелер тұрақ қылған, апам мен атама алғыс айтам, табанның астында жұмақ тұрған деген келеді. Сіздерге Алла разы болсын. Ол қыздарыңыздың қызығын көріп, өсіп өніп жүре беріңіздер. Бізге 2 комнаталы үй сатып алып берді. Енді ол кредитте тұрады ғой. Кредит қой енді. Өз сөйлейді ғой енді айтып. Енді өзі де жас қой әлі. Өзінің бала Сол үшін айтқан тыңдайсыздар ғой. Бергенді ала берсеңіз, Бастысы шын жүрекпен беріп. Өте жақсы квартира, өте жақсы. Қандай андай шынайылықта ішіндегі ештеңені жасырып. Қазір біздің қоғамға мысалы осындай не керек? Эмоция керек та. Мысалы мына видеолардың да тарап кетуіне кішкентай қызымыздың да, мына қарындасымыздың видеоларын тарап кету, ол жерде шынайы эмоция тұр ғой. Біздің қоғамға қазір эмоция жетіспейді да. Сол эмоцияны таспалады, әлеуметтік желіге салды, қанша адамның ішіндегі дүние анау арқылы көрініс тапты да, соған қолдау білдірді. Мінекей, мына жерде де көрініс тауып отырды, әдемі көрініс мысалы, немере мен аталардың арасындағы, әжелердің арасындағы сондай бір жылы, бір әдемі картина. Ұзақ жасаңыздар. Отбасыларыңыздың берекесі кетпесін аға. Рахмет. Ең бастысы осы ұл қыздарыңыз, немере шөберелеріңіз, үміттеріңізді ақтап, биік белестерді бағындырып, өздеріңіз мақтан етіп жүріңіздер. Біз де соған тілектеспіз. Немересінің көңілі үшін көзін үлкейткен атамен жарнамадан соң танысамыз. Еуразия бірінші арнасынан алыстамаңыздар. Жетісулық ата Талғат Жүнісов немересі үшін бәріне дайын. Қызының кез келген арманын орындап, қалауын іске асырады. Толығырақ танысу үшін сюжетке зер салыңыздар. Әзілің жарасса, атаңмен ойна. Дастархан басында немересінің көңілін көтеріп отырған азамат Талғат Жүнісов. Ал атасының қылығына таң қалып, қызықтап отырған балақай 4 жастағы Айзере. Әлеуметтік желіге жүктелген бұл видео миллиондаған қаралым жинап, көрермендердің ішек сілесін қатырды. Кішкентайынан атасының әзілін көріп өскен бүлдіршін де жақындарымен жиі қалжыңдасатын көрінеді. Не істейсің сен? Аха. Атаң қайдан көргенсің сен? А? Қайдан көрдің ондайды? Қақаласың қазір, тұр. Ой, мама. Шаңырағы күлкімен мейірімге толы тату тәтті отбасының сыры неде? Жиен немеренің өзгелерден жақынырақ болатыны рас па? Бүгін жетісулық отбасымен танысамыз. Ендеше студиямызға Талғат Жүнісов пен немересі Айзере Айдарды шақырайық. Қош келдіңіз.
келіңіздер, төрлетіңіздер. Қай жақтан келіп отырсыздар? Жетісудың Алакөлінен келіп отырмыз. Керемет, қуаныштымыз көргенімізге. Кішкентай Айзере ғой. Жасың нешеде, Айзере? 4-те? Балабақшаға барасың ба? Иә. Күшті, қалай, ұнай ма балабақша? Атаның аты кім? Атам Талғат. Талғат ата? Жақсы. Ал Талғат ата, мен танысайық. Аға, қашаннан бері өйстіп әлеуметтік желінің жұлдызына айналдыңыз? Өзіміз білмей қалдық енді. Абайсызда болған жағдай. Немере үшін отқа да суға да күйесін деген осы міне. Айзере, нешінші демереңіз? Ұлдан, қыздан? Қыздан жиен немере. Нешінші демере? Ой, бұдан да кішісі бар енді. Жүрген. Үлкені болып тұр ғой сонда, Айзере? Ортасы. Ортаңғы демере ма? Еді осы жерде? Қолға үйретілген осы. Қалғандар ұстатпайды. Жадыңыздағы осы Айзере ғой. Сізде аға Айзеренің айтқанынан шықпайтын сияқты. Шығамаймыз. Бәрін істейсіз бе? Енді Айзеренің ең ақылға қонымсыз сізге жасатқан дүниесі қандай болды? Енді мына көз жасатып қойыпты. Бұл бері жағы шығар, е? Не айтса да істейміз ғой. Студиямызда Әсем ханым отыр. Айзеренің анасы боласыз ба? Осы видеоның барлығын түсіргенсіз ба? Мен негізі ол шынымен де бір аяқ асты түсірілген болды. Жұмыстан келіп осылай атасы мен апасының қызы негізі садикке барған кезде мен жаныма келеді да, қалған күндері сол атасы мен апасының жанында алып кетуге келген. Сөйтіп жаңа тәттілердің несі ғой, қорабы ғой көз. Сонымен аяқ асты сөйтіп папым алып біреуін салып алды көзіне. Содан кейін мамам мен күліп ойымда түк жоқ, просто түсіріп отырдым. Сосын папам екіншісін салып ары қарай шайын іше берген кезде біздегі мамам екеуміз мына жақтан күліп, сонымен түсіріп, оны бір ойда жоқта салдық. Негізі өте бұзық. Айзере өте бұзық, өте ерке, айтқанын істетеді. Сонымен бір арасында өзінің бір қызық видеолары бар. Оны бір қалай айтса болады, бір запланировать етіп дейді ғой, олай түсірмейміз. Күнде бір қылық шығарады, күнде бір қызық жасап тұрады. Содан кейін сол нәрселерін өстіп шетінен салып қойып жүргем өзімнің парақшама. Содан кейін жаңағы видео салынды. Сол видео салынғаннан кейін бір күннен кейін жаңағы активность деп айтады ғой, белсенділік өте таралып кетті. Одан кейін бір апта өткеннен кейін мен өзі негізі мұғаліммін. Оқушыларым жіберіп бастады. Апай, мынаны қараңыз, сіздің видеоңыз басқа да пабликтерге, басқа да жаңағы әлеуметтік желілерге тарап кетіпті. Ертең сізді сөйтіп көремізге шақырып жүрмесін деп бір оқушым айтқан. Сол оқушым жүгіріп келіпті, апай, айттым ғой мен сіздерді бірдеңкеге шақырасыз. Айтқан айдай келді ғой. Иә. Сонымен сөйтіп атасы да өстіп шақырып жатыр, жүріңіз десем, ой, не бар деп жаңағы енді ұялып, сонымен жарайды, немерем үшін деп осы жерге де келді. Өте дұрыс. Атасы енді бұл видео бірінші емес шығар, соңында емес шығар, е? Талай видео түскен шығарсыздар? Енді түсіріп жатқан шығар. Операторларымыз бөлек. Оны түсіріліп салынғанын папым білмейді. Одан кейін барып білді. Шынайы түрде сценарийсіз, ешқандай ұйымдастырушысыз түсіресіздер. Мен бір нәрсе айта кетейінші, Меруерт ханым. Мен жалпы өзім атам мен әжемнің қолында өскен қызбын да. Жалпы интернет әлеуметтік желісін қарасаңыздар, жаңағы сұхбаттарын қарасаңыздар, көп ұлы тұлғалардың, жазушылардың, ақындардың, мықты журналистердің, жаңағы мықты оқырман, кітап оқитын мықты ұлы тұлғалардың интервьюін қарасаңыздар, көбінесе айтады, мен атамның, әжемнің қолында өскен едім деп бастайды да, барлық интервьюін. Себебі ата мен әженің қолында өскен бала ешқашан жаман болмайды. Ол бүкіл мейірімділікті өздеріне, бойларына сіңіріп өседі. Жаңа Асылымның, Айзеренің, тіпті Жібектің бойындағы бір еркелік, шынайылық, қарапайымдылық осы ата әжесінен дарыған деп ойлаймын да. Жалпы үйірмеге алып баратында, жалпы инвестицияны салатында, продюсер болатында осы ата әжелеріңіз негізі бағалаңыздар, құрметтеңіздер, өсіп өніңіздер, ұрпақтар сабақтастығын көріп отырмыз ғой енді қазіргі таңда. Сол бар болыңыздар, бай болыңыздар, сіздерді көреміз бағдарламасының төрінде көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Риза болып отырмыз. Аман болыңыздар. Рахмет. Талғат аға, жалпы өзіңіз жұмыстасыз ба, зейнеттесіз бе? Жоқ, әлі зейнеткерде. Енді қазір сол шофердіге мамандықта жұмыс істеп жатырмыз. Анар арасында бала бағам деңіз. Иә. Біздікі жаздай жүреді де, қыста демаламыз сол кезде. Видео түсіреміз дейсің. Видеоға түсіп сол.
Жалпы енді бала бағу оңай емес. Шақырсаңыздар, қысқа таяу шақырыңыздар. Қолым босайды дейсіз ғой. 3-4 күнге дайындалып келеміз. Аға, енді бала бағу оңай емес, әсіресе қыз балаға. Енді қандай өзіңіз байқағандай бір ерекше күтім қажет, ерекше тәрбие деген сияқты? Енді ата-бабамыздан қалған не ғой, салт бұл енді. Біз ешқандай ештеңе ойлап таппаймыз. Бізде сөйтіп өстік, балаларымыз әжелердің, апаларының қолында кетті. Міне сол өзіміздің басымызға кеп міне. Сіздер қазір өз ұл қыздарыңызға төге алмай жатқан мейірімді немерелерге беріп жатырсыздар ғой. Қазақта да мақал бар ғой, баланы өскенше немерені өлгенше бағады деген. Сол ана баласына бере алмаған бүкіл мейірімнің бәрін немересіне береді де, сосын сол немере жаңағы жетістікке жетеді, өскенде сол барлық жаңа кімнің айтып отырған бүкіл жетістікке жеткен адамдардың барлығы сондай ата әжесінен тәлім тәрбие алғаны дәлел болып тұр енді бүгін. Ата әженің тәрбиесіндегі бала қандай болады? Олардың өзгелерден ерекшелігі неде? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын. Эфирде көреміз шоу, біз жалғастырамыз. Енді қазір бір білгіштер айтады ғой, баланы әке шешесі өзі тәрбиелеу керек дейді. Ата әжесінің қолында өскен бала ерке болады, ертең әке шешесіне бағынбай кетеді деп. Қаншалықты дұрыс негізі, Назгүл ханым, психолог ретінде? Енді ол енді бер жағынан шыққан, батыстан алып келген білім деп есептеймін өз басым. Бізге дәлел осы ата-бабамыздан жеткен тәрбие, сол біздің өзіміздің жазушыларымыздың айтқан әңгімелері, даже Бауыржан Момышұлының ана ұшқан ұя деген кітабын оқитын болса, өзінің әжесінің әңгімелері, даже оны соғыс кезінде жаңағы ұлттық ойнаған ойындарының өзін соғыс кезінде содан қолданған екен. Бұлай қарасаң, біздің ата-бабамыздан кеткен тәрбие ол дәлел бізге. Енді қазіргі коучтардың айтқаны жаңа детский травма деп айтады ғой. Детский травма болады деп. Енді оны бір жақты қарауға болмайтын шығар. Оның да екі жақты несі бар. Жаңағы тәрбие, ұйымшылдық, бір-біріне кесе-көлденең айтпау, жаңағы теріс тәрбие бермеу деген сияқты. Солай. Енді қазір бір жағынан немере шөберелерден де үйренетін нәрселер көп сияқты. Олардан да бір тәрбие алып жатқан шығарсыздар, Мәселен, сіздер немерелеріңіз не үйретеді сіздерге? Асылым, ана тиктоктан сурет салғанды жақсы көреді ғой өзі. Бұл енді сурет жағы өзі әкесі суретші болған, өзі қолөнерші болған, атасы, үлкен атасы, ана біз 98 жылы, Алматыға 96 жылы келгенде, 98 жылы қажылыққа біріншіге барған, Талдықорған облысы бойынша, ана Алакөл ауданы бойынша ең бірінші қажы болып аталынған қажы атасы, үлкен атасы, Асылымға батасын беріп кеткен. Сол енді ана бүйтіп қазір тиктоктағы көбіне бүйтіп цифрмен сурет салады. 5 деген цифр нетеді, торғай салады, 3 дегенмен тағы сондайларды көріп алған, апа, біз ана А4 деген бумага алып қоямыз. Ұнамай ма? Лақтырып тастайды, қайтадан салады, ұнамай ма, қайтадан лақтырып тастайды. Сол ана беспен бүйтіп торғай салып жүреді, кеше салып берген беспен бүйтіп торғай салып жүреніп алған, соны бүйтіп отырып салып береді. Сурет салғанды өте жақсы. Сурет салуға қабілеті бар, Қабілеті бар, өзі солақай, сол қолмен. Қанша біз үйреттік, енді оң қолмен салсан, сен суреттесек жоқ, солақай, сол қолмен салып береді. Көбіне айтамыз енді, келін екеуміз біргеміз ғой, енді әңгімелескіміз келеді, шай ішкіміз келеді. Бұл бізге маза бермейді. Апамнан жасайық, апамнан жасайық, мама сен видеоға түсір деп. Сол кезде Аслым барып сурет сала қойшы дейміз. Жүгіріп барады да сурет салып отырады. Бір жарты сағат әдемі қылып сол суреттің бәрін алып келе салып. Қазір немерелерден телефон қолданып үйреніп жатқан шығарсыздар. Әлеуметтік желінің не екенін қарап біліп жатқан шығарсыздар. Солай ма, апа? Иә, телефонды қолдарына ұстап алады дағы. Әжем, міне сен қара. Мен білмеймін ғой дейді, мен саған үйретем деп қойдық, шөбере үйретем деп жатыр қазір енді. Олар телефонсыз да өмірлері жоқ қой. Ана телевизорды қарап қойып, телефонды да қарап отырады былай.
Бәрі жиналғанда немере енді кішкентай ғой, ең кіші сіңлісі қазір 9-да. Одан кейін әлгі үлкен ағасының 35-тегі ағасының баласы тоже 9-ға келеді, екеуі бірге өсіп жатыр. Сол екеуі бірімен бірі жарысып, атаның телефонын алып кетеді. Мен телефон қайда қалған білмей қалам. Сосын быт-шытын шығарады, тастап кетеді үйлеріне кеткен. Мен жүрем шырылдап. Ата мынаны құртып кетті деп. Сол себепті қазір шөберелер сұмдық. 3 жастағы шөбере тіптіден де осып тұр қазір. Озып кетті. Дұрыс айтасыз. Жібек, енді жалпы өзің үшін ата мен әженің тәрбиесі қандай, өзіне не беріп жатыр? Кешіріңіз, біздің Жібек біздің бауырымызда өскен. Астанаға енді құрттай мынадан да кішкентай уақытында алып барам. Сол тойларда енді ол уақытта жаспыз, той домалақ көп қой. Сонда барып керемет билейді. Ана үлкен кісілер осының билегеніне қызығып 500-1 мыңнан береді. Жібектің айтары бар ғой ендеше, е? Өте не береді? Не беріп жатыр? Айтары көп Жібектің. Негізі бастауыштан бастап әжем мені қазақ тілін, қазақ әдебиеті деген сабақтарынан қатты көмектесетін. Себебі өзі педагог, қазақ тілінен болады. Ал менде сол жастарда кішкене қиыншылық болатын. Сонда үй жұмысын әрдайым әжемен жасап отыратынбыз. Күнде мен келем сабақтан кейін әжем үйрететін солай. Атам өте қамқор кісі, ол да әрдайым өзінің кеңестерін беріп солай жүретін. Ал қазіргі таңда енді өзім тек келіп жүрем оларға, кішкене көңілдері көтерілсін деп кездесіп солай. Ақыл айтады бізге қазір. Балалардың бәрі негізі мына кісі тәрбиеледі, әжесі. Мен деген қызмет істедім, таңертең кетем, түнде қонуға бірақ келем. Тіпті кейбір жылдары отпускіға да бармай жүрдік. Енді елге қызмет істедік қой. Сондықтан, бәрібір Аллаға шүкір, тәуба, балалардың бәрі тәрбиесі мықты болды, жақсы болды. Біз ризамыз, бақыттымыз, жемісін көріп отырмыз. Керемет аға. Бақыттарыңыз баянды болсын. Кішкентай Айзере, бізге өлең дайындап келдің ба? Би дайындадың ба? Ән дайындадың ба? Тақпақ айтасың ба? Тақпақ айтам. Тақпақ айтпайсың ба? Кел ғой. Кеш мен жаныма. Қандай тақпақ айтамыз? Топасына бей Қаттырақ айт. Топасына бей тұмыр. Апа бетке сабақ сұраса, ұсқап қапты мұшқала. Аю ғой. Жақсы, жарайсың балапан. Ал енді құрметті біздің қонақтар, сарапшылар, енді үлкен кісі болғаннан кейін сіздерді құр қол қайтара алмадық. Не берейік деп көп ойландық. Сосын әдеттегідей өзіміздің Байджи классик деп аталатын қалталы қара шайымызды сыйға тартамыз сіздерге. Рахмет сізге. Басыларыңызға. Тақпақ айтайыншы. Тақпақ айтасың ба? Қазір айтасың. Енді екі әжеміз екі бөлік отбасыға кететіндіктен екеуіңізге екі бөлік шай. Сен тақпақ айтасың ба? Асылым тақпақ. Келе ғой, асылым. Үйрет апайдың қасына. Микрофонды ала ғой. Микрофонды ала ғой. Айзере берсе енді. Айтам. Біз әдепті баламыз, айтқан тілді аламыз. Үлкендерге жол беріп, біз ақылды боламыз. Жарайсың, балапан. Енді үшінші немер айтсын тақпақ. Жібек, ән, би. Жарайсың, отыра ғой. Отыра ғой, балапан. Апай Құнанбаевтікі айтпадың ба? Ал құрметті біздің қонақтарымыз, осы үлкен кісілеріміз, ата-әжелеріміз аман болсын. Сіздер барда береке бар, шаңырақ өте биік, мықты болады. Сондықтан да осындай тәрбиелеріңізді аямай, ұл қыздарыңызды, енді немере шөберлеріңізді бағып, 100 жасаңыздар. Сіздерге тек мықты денсаулық тілейміз. Ал біз бүгінгі бағдарламаны Бауыржан Оспановтың әсем әнімен аяқтаймыз. Сіздермен болған Меруерт Бауыржан қызы, бауырымыз бүтін жанымыз аман болсын. Әлдилеп мені
жаннан жастық берген перзентіңді ойлап көшті ғой жастық керуен құрсақта түнетіп көтеріп білегінде жыласам жұбатқан жаным деп ұнатқан қарызсыз ақ сүт берген тербеткен құба бесігін жүректе тұрады есімің аяулана өзіңсіз ашпайды жұмақ есігін аяулана өзіңсіз ашпайды жұмақ есігін жан баласын соғады қанша таспенен тауға басын құшақтап ол анашым нұр толып жүрегімде жүзіңнен артаймай жүр жаман қартаймай қасымда мәңгі анашым тербеткен құба бесігін жүректе тұрады есімің аяулана өзіңсіз ашпайды жұмақ есігін аяулана өзіңсіз ашпайды жұмақ есігін бесігін жүректе тұрады есімің аяулана өзіңсіз ашпайды жұмақ есігін аяулана өзіңсіз ашпайды жұмақ есігін